Осындай кимешек тігудің үлгісін көрсетемін. Бұл тек қана асты ғана бас киімін келесі видеоларда көрсетемін. Мен кимешектің астын өзінің матасымен бүріп істедім. Тігісі артына түседі. Видеоны до конца көріп, аяғына дейін лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Бірінші параққа көрсетіп алайын. Бүктелген жағы бізде алды болады, ол 60 см қылып аламыз, асты 80 см, ол 80 см артына түседі. Бет өлшемін екіге дейін 29 см, ал енін 4 см қылып аламыз. Сөйтіп домалақ қылып кесеміз. Маңдайын ұзындығын 29 см, ені 15 см. Бұл жаңағы бет өлшемінің астарын 32 см, яғни 2 қабат болады. Аны маңдайды да 2 қабаттаймыз. Матамызға кесіп өлшеп алайық. 2 оң бетін беттестіріп қойып алдық. Менде матамның ені 1,5 метр болғаннан кейін 2-ге бөлгенде 75 см қылдым. Жаңағы алдын 60 см, артын 75 см қылдым. Өздеріңіз қалаған бойынша. Одан ұзын қаласаңыздар ұзынырақ болады. Осымен дәл ортасын 60 см қылып өлшеп аламыз. Видеодағыдай 60-ға дейін апарамыз. Кейін 70-ге жеткіземіз ана жағын. Бет өлшемін 29 см, яғни 2-ге дейін. Енін 4 см қыламыз. Астын доғалдай қылып кесіп, аламыз түзулеп. Астын ғана доғалдаймыз. Кимешектің астында доғал бойынша кесеміз. Жаңағы бет өлшемінің несі, міне осындай болып шығу керек. Жаңағаны басындағы ұшын үшбұрышты қылып, кішкене қылып кесе салсаңыздар болады, өлшемей ақ. О жерге маңдайша тігіледі. Осылай қылып кесіп алдық. Енді маңдайшасы 29 см ұзындығын аламыз. Матамыз 2 бүктеліп тұр, 2 қабатталып. Енін 15 см қыламыз. Соны кесіп аламыз бірінші. Сөйтіп оны 2 бүктеп, міне 2 мата маңдайшамыз қалың болып тұрған жақсы. Осыны доғалдау қылып кесіп аламыз. Примерно көз мөлшермен кесе берсеңіздер болады. Кестік, дайын. Келесі кимешектің астын, бұл не? Астарлы, бет өлшемінің астарлы матасы. Астарын тіксеңіздер де болады, не? Аберлоктасаңыздар да болады. Бұның ұзындығын 32 см, матамыз 2 қабатталып тұр. Сондан 32, 64 см болады. Ені 3 см. Бұл енді кимешектің астындағы бүрлі несі, матасы. Ұзындығы 75 см, ені 15 см-ден 3 мата керек. Сонда 1,5 метрден бізге 3 керек болады. Бүрленгені жиірек болса әдемірек көрінеді. Енді тігуге кірісейік. Бірінші бет өлшемінің астарын тігіп алайық. Жаңағы 32-де 3 см-мізді астарлығына тігеміз бет өлшеміне. Тігіп шықтық. Үтікпен бассаңыздар да болады. Мен үтікпен басқан жоқпын әзірше. Кейін үстіп қайырып бір тігіс жүргізесіздер. Келесі арт жағын тігеміз. Арттың кәдімгі тігіспен бір тігіп шықсаңыздар болды. Аберлік болсаңыздар
шетін оверлоктасаңыздар болады. Келесі маңдайша. Маңдайшаның астын бірінші тігіп аламыз. Екі оң беті беттестіріліп тұрған кезде маңдайшаның астын тігіп алдық. Оң қаратып, үтік басып алсаңыздар болады. Ортасын белгілеп, қайшымен белгі сап қойсаңыздар болады. Үстіп жаңағы маңдайшаның төбесі бар ғой, маңдайша тігеміз деген жер, кішкентай үшбұрыш қылып кескенбіз. Сол жерге ортасын жалғап, біріктіріп, қыстырғышпен қыстырып аламыз. Содан кейін бір жағын тігіп аламыз. Қай жерге дейін барады, сол жерге дейін тігеміз. Екінші жағында дәл солай тігеміз маңдайшаны. Міне екінші жағын тігіп жатырмыз. Кейін ана тігістерінің жіптері шығып кетпеу үшін оверлоктап қойсаңыздар болады. Менде оверлок жоқ, сол үшін зигзагтаймын. Міне дайын. Бар болғаны осы ғана, дым қиындығы жоқ. Дайын болды. Үтік басып, кимешектің етегін өзінің матасымен желбезек жіберсеңіздер де болады, немесе лента, гүлді ою ленталарды тігіп қойсаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Мынау бет пішіні иығына дейін, иекке дейін тігіспен жатқызып тіксеңіздер болады, немесе етегіне жіберген оюды сол иекке тіксеңіздер болады. Мен желбезек жіберіп көрдім. Шетін зигзагтадым жаңа иектің. Мынау желбезек жіберген кимешегім, видеоның алында желбезек жіберген кимешек етін. Осылай дайын. Кез келген размерге келе береді.